армысыздар, қазақ елі. Бүгінгі экологиялық мәселеміз осы Майқайың кентінде адамдар мен табиғатқа бірдей әсер тигізіп жатқан кен орнына баруымызбен басталмақ. Қазіргі таңда бұл кен орнының пайдасы мен зияны бірдей. Майқайың Павлодар облысындағы жалғыз полиметалл өндіретін кен орны. Кен өндіру негізінен қалай жұмыс атқарылады? Бұл қандай жұмыс атқарылып жатыр? Бұл қазір подъем машина, бұл адамдарды жердің астына түсіреді, жұмыскерлерді астына түсіреді, 280 метр бұның тереңдігі. Басты өнері руда. Өндірілген алтын түсті металлургия қажетті байытылған қоспалар, бағалы кен жыныстар мен құрылыс материалдары. Майқайың алтын әсіресе Ұлы Отан соғысы кезінде елімізге көп алтын беріп, үлкен көмегін тигізген. Майқайың алтын бүгінде орталық Қазақстанда алтын құрамында көлшеден полиметалдық кенді өндіріп, өңдейтін жетекші кәсіпорын болып саналады. Дегенмен осы шаң тозаң ауаға көтерілу арқылы адамдардың өміріне, климатқа зиянын тигізуде. Сәлеметсіз бе, сіз шахтаның астында қандай қызмет атқарасыз? Шахтаны жарған кезде адамдарға зияны тие ме? Экологияға зияны бар ма? Экология жоқ, зияны жоқ. Например, стволовой адамдарды астына түсіріп 220-280-ге. Бүгін Майқайың кентіндегі кен орнының пайдасы мен зияны туралы сіздермен бөліскен мен жас репортер Вовка Айжан және оператор Бакизенов Ернұр.